Достар, бүгін менде жаңа салат. Дастарханыңызда дым қалмай жиынып қалатын иноре салаты. Құрамын описаниеден қарай аласыздар. Алдымен филемізді жіңішкелеп турап аламыз. Жіңішкелеп турап алдық. Қазір енді осыны маринадқа 15 минутқа қойып қоямыз. Оның маринадына тұз, сұйық май, соевый соус, теркілен чеснок өткіземіз. Салатты ары қарай жалғастырып жасаймыз. Мұнда тазалап дайындап қойған болгарский перецтерім бар, корнишон, полусладкий перец, бәрін тураймыз жіңішкелеп. Укроп петрушканы осылай жіңішкелеп турап салатымызға қосатын боламыз. Қыздар, енді біз қазір салатымызды араластыратын соус жасап аламыз. Ол үшін бізге соевый соус керек, сұйық май, оливковый май, арой соусы, кетчуп керек, тұз саламыз. Табамызға май құйып қыздырып алдық. Жаңағы маринадтап қойған филемізді пісіріп аламыз. Филемізді пісіріп алдық. Енді осыны салатымызға қосатын боламыз. Салатымыздың соусын құйып араластырамыз. Салатымызды осылай тәрелкеге салып алдық. Енді осының үстіне көк жуар турап салатын боламыз. Қара күнжіт себеміз бетіне әдемі болу үшін. Достар, менің бүгінгі жасаған салатым дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіз.